Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде 94-ші сабақ теңдеу. Теңдеуді шешіп үйренеміз. Бірінші есеп. Сырым анасымен бірге қонақ күтуге дайындалып жатыр. Сөреден 7 тарелканы алғанда, онда әлі 2 тарелке қалды. Сөреде барлығы неше тарелке болған дейді. Ал балақай, суреттегі тарелкелерді санап көрейікші. Столда 7 тарелке тұр, ал сөреде 2 тарелке. 7-ге 2-ні қосқанда қанша болады? Дұрыс айтасың, 9 тарелке болады. 7 қосу 2 тең 9. Сөреде барлығы 9 тарелка болған. Келесі есеп. Теңдеулерді шешу жолына қара. Теңдеулерде амалдың қандай компоненті белгісіз екенін айт. Оны қалай табуға болатынын түсіндір. X азайту 7, яғни біз X-ті табуымыз керек. Оны табу үшін X тең 2 қосу 7. Сонда X-іміз 9 болады, Енді тексереміз. 9 азайту 7 тең 2. 2 тең 2. Теңдеу шешілді. Келесі теңдеуді көрейік. 9 азайту X тең 2. Енді X-ті табамыз. X тең 9 азайту 2 тең 7. Сонда X-іміз 7 болады. Енді тексерейік. 9 азайту 7 тең 2, 2 тең 2. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі теңдеу. 7 қосу X тең 9. X тең 9 азайту 7 тең 2 болады. Мұндағы X-іміз 2 болады. Енді тексеріп көрейік. 7 қосу 2 тең 9. 9 тең 9. Теңдеу дұрыс шешілді. Екінші есеп. Кез келген 2 теңдеуді шеш. 50 қосу X тең 70. Осы жерден X-ті табамыз. X тең 70-тен 50-ді азайтамыз. 20 қалады. X-іміз 20 болады. Енді тексереміз. 50 қосу 20 тең 70. 70 тең 70. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі теңдеу. 50 азайту A тең 30. Бұл жерде A-ны табамыз. A тең 50 азайту 30 тең 20. A 20-ға тең болады. Тексерейік. 50 азайту 20 тең 30. 30 тең 30. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі. A қосу 20 тең 80. Осы жерден A-ны табамыз. A тең 80 азайту 20 тең 60. A 60-ға тең болады. Енді тексерейік. 60 қосу 20 тең 80. 80 тең 80. Теңдеу дұрыс шешілді. Келесі. A азайту 70 тең 20. Бұл жерде A-ны табамыз. A тең 20 қосу 70 тең 90. 90 тең 90. Енді тексеріп көрейік. 90 азайту 70 тең 20. Теңдеу дұрыс шешілді. Үшінші есеп. Есептерді оқы, есептерді толықтырып, оларды шығар. А. Үстелде 7 кесе бар. Олардың 4-еуі жасыл түсті, қалғандары қызыл. Барлығы неше кесе? 4 жасыл, 3 қызыл кесе. Яғни 4 қосу 3 тең 7. Барлығы 7 кесе. Бірінші үстелде. Келесі Ә. Үстелде неше кесе бар? Тағы неше кесе қойылды? Үстелде барлығы неше кесе болды? Осы кеселерді анықтауымыз керек. Ол үшін суретке қарайық. 6 жасыл кесе, 3 қызыл кесе бар. Сонда 6-ға 3-ті қосамыз. Барлығы неше кесе болды? Дұрыс, 9 кесе болады. Төртінші есеп. Салыстыр. 20 қосу 30, 50 болады. Екінші жағында 60 тұр. Қайсысы үлкен? Әрине 60 үлкен. Салыстыру белгісін қоямыз. Келесі. 90 азайту 30 қанша қалады? 60 қалады. 60 үлкен ба, 70 үлкен ба? Әрине 70 үлкен. Салыстыру белгісін қоямыз. Келесі. 80 қосу 10 қанша болады? 90. 90 үлкен ба, 100 үлкен ба? 100 үлкен. Салыстыру белгісін қоямыз. Келесі. 100 азайту 60
40 болады. 40 үлкен ба, 50 үлкен ба? Әрине 50 үлкен. Салыстыру белгісін қоямыз. Енді қалған екі салыстыру есепті өзің жақсылап есептеп шығара қой балақай. 5-ші тапсырма. Өрнектер құрып, олардың мәнін тап. Бізге түрлі түсті шарлар көрсетілген. Ол шарларда сандар жазылған және қосу азайту белгілері бар. Осыларға қарап, өрнектер құрып, олардың мәнін табамыз. Ал кеттік. 10 қосу 20 тең 30. 50 азайту 30 тең 20. Келесі шарда 90 азайту 70 тең 20. 30 қосу 10 тең 40. 70 қосу 30 тең 100. Осылай өрнек құрып, мәнін табуға болады. Осымен бүгінгі 94-ші сабағымыз аяқталды. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Келесі сабаққа дейін сау бол балақай.